Армысыз қымбатты көрермен, бүгінгі видеода Солтүстік Кореяның құпиялығы туралы айтатын боламыз. Бұл жұмбақ жер Солтүстік Кореяның басқарушыларының айтуы бойынша жер жаннаты, ал бір ғажайыппен бұл елден қашып кеткен адамдардың айтуы бойынша бұл жер нағыз тозақ. Солтүстік Корея өзінің құпиялығымен, кедейлігімен және адам құқығын бұзуымен жұмбақ көшбасшы Ким Чен Ынмен танымал. Ол жабық әрі жұмбақ бірегей ел. Солтүстік Корея қалай өмір сүреді? Адамның бәрі неге ол жақтан қашуға тырысады? Неліктен ол сонша оқшауланған мемлекет? Әскер қатарында қыздарға көрсетілген зорлық неге өршіп тұр? Және тағы басқа осындай сұмдық деректермен бүгін танысып, шекараның арғы бетіндегі Солтүстік Кореяның жерінде не болып жатқандығын бірге анықтайтын боламыз. Солтүстік Корея бірнеше жылдан бері әлемнің басқа елдерімен байланысын орнатпай келеді. Сырттан келгендер үшін бұл елге кіру оңай емес. Және жергілікті тұрғындар үшін оның шекарасынан шығу мүмкін емес. Ақылы бар адам бұл елге баруға әрекет жасамайды. Себебін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Видеомызды бастамас бұрын сіздерден қазақ тілді контентті қолдап, каналға тіркелулеріңізді сұраймын. 23 жасар Отто Уорренберннің оқиғасын білуіңіз қажет. Ол 2015 жылы бір топ туристермен Солтүстік Кореяға барған. Бірақ еліне қайтуға бір күн қалғанда ол түрмеге жабылды. Не үшін десеңіз, ол өзінің қонақ үйінде ілініп тұрған насихаттаушы қағазын ұрлап кетпекші болған. Ал оны бірнеше адам көріп, камераға түсіріп алған. Ол осы болмайтын іске бола 15 жылға сотталды. Бірақ 15 айдан кейін түрмеде комаға түсіп, еліне қайтарылды. Комадан оянбай, ақштағы аурухананың бірінде көз жұмды. Түрмеде Оттоға не болғаны әлі күнге дейін белгісіз. Бірақ оны ешкім басынан сипамағаны анық. Солтүстік Корея мәдениеті 50-ші жылдарда қалып қойған секілді. Ел ішінде туристерге фотоға түсіруге тыйым салынған. Әр туристің жанына арнайы адам беріледі. Және сол адам қай жерді және кімді түсіруге болатындығын көрсетіп жүреді. Аэропортта кері ұшарда барлық суреттер тексеріледі. Егер елді жағымсыз жағынан көрсететін фотолар болса, дереу түрмеге жібереді. Туристердің жағдайы осы. Ал жергілікті халықтың жағдайы қандай? Оларға қандай тыйымдар салынады? Ол туралы алдағы уақытта білетін боласыз. Статистика бойынша Солтүстік Кореядан Оңтүстік Кореяға 60 жылда 23 мың адам қашқан. Оның тек 2-і ғана қайтып оралған. Және де Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның шекарасы әлемдегі ең қатты қорғалатын аймақ болып есептеледі. Оның ұзындығы 238 шаршы шақырымды құрайды. Корея тұрғыны үшін әдеттегі күн таңғы 6-да басталады. Бар болғаны 1-2 қасық жүгері ботқасы мен бір тілім қара нанмен тамақтанып, жұмысқа асығыс дайындалады. Сағаттап айна алдында дайындалуға ешкімнің мүмкіндігі жоқ. Біріншіден, ол жерде электр мен ыстық су белгілі бір уақытта 1 сағатқа ғана беріледі. Ал қала маңындағы аумақтар мүлдем сумен жабдықталмаған. Екіншіден, елорданың өзінде қоғамдық көліктер өте аз. Жұмысқа жету үшін бірнеше сағаттар кетеді. Жұмыс орнында әйелдер мен ерлер 7:30-да болуы керек. Олар жарты сағат бойы әнұран айтып, көшбасшыларды мадақтауды тыңдайды. Мектеп оқушылары да әнұран тыңдап жаттығу жасайды. Ресми түрде Солтүстік Кореяда жұмыс күні сағат 5-те аяқталады. Жұмыс күні аяқталғаннан кейін де жұмысшылар саяси тақырыпта лекциялар тыңдайды. Айтпақшы, Солтүстік Кореяда тек жексенбі күні демалады. Және мерекелік күн деп тек көшбасшылардың туған күндері ғана тойланады. Солтүстік Кореяның қазіргі тұрғындары соғыстан кейінгі Кеңес одағынан ерекшеленбейді.
кез келген қадам бақылауда, кез келген жағымсыз әрекет қатаң жазаланады. Билік әскери қуатты күшейтумен айналысса, қарапайым халық аман қалу үшін күресуде. Қарапайым халық үшін басқа елге көшу мүмкін емес. Қашу арқылы көшуге болады, бірақ олардың көпшілігі шекарада ұсталып, түрмелерге немесе концлагерлерге жіберіледі. Ондай адамдар лагерлерге тәулігіне 18 сағат бойы тынымсыз жұмыс жасауға мәжбүр болады. Ондай адамдарға ешкім тамақ бермейді. Сондықтан олар өз тамақтарын өздері табу керек. Ал лагерге болмайтын зат үшін түсе аласыз. Солтүстік Кореядағы ең танымал босқындардың бірі 24 жастағы Пак Хен Ми болған. Ол Солтүстік Кореядағы режимнің қаталдығы туралы кітап жазған. Және ол қазіргі таңда ақш-та тұрады. Бірақ әлі күнге дейін Солтүстік Кореядағы көрген қиыншылықтарын ұмыта алмайды. The New York газетіне берген сұхбатында қыз небәрі 9 жасында құрбысының анасының көпшілік арасында өлім жазасына кесілу рәсіміне қатысқандығын айтты. Әйел қандай қылмыс үшін бұлай қатты жазаланды десеңіз, ол Оңтүстік Кореяның фильмдерін көріп, достарына DVD дисктерін сыйға тартқан. Мұндай қатал жазалауларды көріп, солтүстік кореялықтар ешкімнен ерекшеленбей, өзінің жұмысын жасап, тыныш өмір сүруді жөн көреді. Солтүстік Кореяда адам нәжісін жерді тыңайту мақсатында қолданылады. Мемлекеттік арнайы адамдар үйлерді аралап, адам нәжісін алып кетеді екен. Бұл жерді тыңайтуға пайдаланады және шаруаларға сатылады. Ақшасы жоқ шаруалар көршілерінің нәжісін ұрлайды екен. Тағы бір қызықты факт: отбасыдағы негізгі табыс табушы және асыраушы әйелдер болып келеді. Кейде олар ерлерге қарағанда көбірек жұмыс істейді. Ал жігіттердің көбісі өмірлерін әскермен байланыстырады. Әскери қызмет беделді болғанымен, жалақысы өте төмен. Үй шаруасы да, баланы тәрбиелеуде әйелдердің мойнында. Қазақстанда әскери қызмет азаматтардың борышы деп қабылданған. Дегенмен, Солтүстік Кореяда қыздар да отан алдында борышын өтеуге міндетті. 2015 жылдан бері мектеп бітірген әрбір қыз 7 жыл бойы әскери қызметін өтеуге тиіс. Әскердегі жағдай жақсы деуге келмейді. Әйел сарбаздар үнемі аштықта жүреді. Мысалы, олар таңғы асқа тек 3 қасық күріш жейді, аз ұйықтайды және көп жаттығады. 2000 жылдарда Солтүстік Кореяға қызмет еткен, басқа елге босқын болып қашып кеткен Ли Сойен әскердегі күнделікті өмірі туралы айтып берді. Біз дұрыс жуына алмадық, ыстық су мүлдем болмады. Кәдімгі өзенге шомылдық, қыздар ағын судағы жыландарға шағылып жататын, дейді әйел. Әскерде қыздар барлық жағынан қорланды, пайдасыз, ақымақ және ерлер сияқты күшті емес деп бопсаланды. Әскердегі әрбір қыз еркектер тарапынан зорлық көрген. Жоғарғы дәрежелі әріптестер оларды жыныстық қатынасқа мәжбүрлеген. Оңтүстік Америкаға қашқан босқындардың бірі YouTube желісінде өзінің қайғылы оқиғасымен бөлісті. Бір күні 45 жасар майор маған тиісе бастады. Менің жасым 18-ге енді ғана толған еді. Ол барлығын қуып шығып, менің қалуымды өтінді. Ол мені шешіндіріп, тексеру керектігін айтты. Бір сәтте ол маған бас салып, зорлауға кірісті, деді ол сұхбатында. Осы сияқты оқиғаларды Солтүстік Кореядан қашқан барлық босқындардан естуге болады. Солтүстік Кореяда мүлдем шетелдік жаңалықтарды естуге болмайды. Сондықтан елде шетелдік интернет, журналдар мен кітаптарға тыйым салынған. Теледидардан тек өз елінің телеарналарын және елбасын мақтайтын арналарды ғана көруге болады. Ал егер шетелдік арналар табылса, отбасыңызбен бірге түрмеге аттанасыздар. Ал егер президентті жамандасаңыз, сізді өлім жазасына кеседі.
Негізі бұл елде теледидарды сатып алу өте қиын. Себебі сіз ол үшін 5 жылдық айлығыңызды құртасыз. Оны алған күннің өзінде ұзақ көре алмайсыз. Жаңа айтып кеткенімдей, ол жерде жарықты бірнеше сағатқа ғана береді. Ғаламтор арқылы да қызықты ештеңе таба алмайсыз. Солтүстік Кореяда ғаламтордың өз үлгісі бар. Онда тек 5000 сайт қана жұмыс істейді және сіз іздеген әрбір ақпаратты мемлекет бақылап отырады. Және де Солтүстік Кореяда дін мен порнографиялық мәндегі материалды таратқаны үшін атып тастайды. Солтүстік Кореяда қыз 25 жаста, ал жігіт 28 жаста үйлене алады. Мереке ескі дәстүр бойынша өтеді. Қалыңдықпен күйеу жігіт киініп, некелерін тіркеу үшін қалалық әкімдікке барады. Одан кейін ұлы көшбасшы Ким Ир Сеннің ескерткішіне гүл шоқтарын қояды. Тойлары қарапайым өтеді. Басқа елдің қыздары сияқты кореялықтар да сәнденгенді жақсы көреді. Бірақ бұған ешқандай мүмкіндік жоқ. Шаштараздың барлығы мемлекет меншігінде болған соң, елде шаш үлгісінің 28 түрі ғана рұқсат етіледі. Әйелдерге арналған шаш үлгісінің 18 түрі енгізілген. Тұрмысқа шықпаған қыздар тек қысқа шашпен жүреді. Ал жалғыз басты әйелдер ұзын, не болмаса бұйра шашпен жүреді. Жігіттердің шаш үлгілері де шектеулі. Олар өздерінің шаш үлгілерін тек 10 шаш үлгісінің ішінен таңдай алады. Және де ер адамдарға шашын 5 сантиметрден артық өсіруге рұқсат жоқ болса, одан егде азаматтарға 7 сантиметрге дейін өсіруге болады екен. Бұл мемлекет халқын 100% сауатты деп есептейді. Себебі мектептің өзінде оқушыларды қатаң тәртіппен оқытады. Ал енді Солтүстік Кореяның құрылу тарихына тоқталайық. Корея 1948 жылы құрылған. Осыған дейін Кореяда 3 қана адам басқарды. Олар Ким Ир Сен, Ким Чен Ир және де қазіргі президенті Ким Чен Ын. Олар бір-біріне туысқан болып келеді. Яғни атасы, әкесі және баласы. Бұл мемлекет бір отбасының қолында және бұлар 75 жылдан бері билікті бермей келеді. Неліктен олай болғанын білгіңіз келсе, ары қарай көріңіз. Корея дүниежүзілік соғыстан кейін екіге бөлінді. Оңтүстік Кореяға ақш, ал Солтүстік Кореяға КСРО қолдау білдірді. 1950 жылы Солтүстік Корея Оңтүстік Кореяға шабуыл жасап, барлық жерді өзіне алғысы келді. Сол кезде ақш Біріккен ұлттар ұйымымен біріге отырып, Солтүстік Корея астанасын бомбалау арқылы күл талқанын шығарды. Осы кезде Қытай мен КСРО көмектесіп, қазіргі жерін сақтап қалды. Соғыстан кейін қираған Кореяны Ким Ир Сен тез қалыпқа келтірді. Көрші елдерге қарағанда жақсы дамыды. Елдің әл-ауқаты жақсарып, Ким Ир Сенді барлығы жақсы көрді. Осыдан соң атағын қатты мақтанып кетті. Өзін оттың әкесімін деп айтты. Және де өзіне жағымсыз адамдарды жойып отырды. Соғыстың кесірінен жетім қалғандар үшін жетімдер үйін салды. Кейін сол балалардан өзінің жеке әскерін құрды. Осы сәттен бастап бір тұлғаға бағыну дамыды. Қазірдің өзінде өлген Ким Ир Сенге халық табынады. 90-шы жылдары Ким Ир Сен өлді, КСРО тарады, Қытай өз шаруашылығымен жүрді және сол себептен елде аштық орнады. Осы кезде таққа Ким Чен Ир отырды. Халық қырылып қалмау үшін ақштан және де Оңтүстік Кореядан келген көмекті қабылдайды. Сол кезден кейін кәсіпкерлер көбейіп, ел аяғына қайта тұра бастады. Мұны көрген Ким Чен Ир әскер өзіне қарсы шығады деп өте қатты қорықты. Сосын ол Сонгун заңын қабылдады.
Ол заң бойынша әскерлер бірінші орынға және оларды барынша қолдап ренжітуге болмайды деп айтқан. Ядролық бомбаның санын арттырды. Бір сөзбен айтқанда әскерін күшейтіп, есікті жапты. Ким Чен Ын осындай саяси көзқарасты ұстанды. Солтүстік Кореяның қазіргі президенті Ким Чен Ынмен таныс болыңыздар. Ол 1982 жылы дүниеге келген. Ол бала кезінде швейцариялық мектепте оқыған. Баскетбол командасында ойнаған. 17 жасында Кеммерсон университетінде оқи бастаған. Қазіргі таңда ол ең жас мемлекет басшысы. Оның анасы Жапониядан келген корей әйелі болған. Анасы мен әкесі ләззат кеші деп аталатын жабық отырыста танысқан. Ол жерде Ким Чен Ынның әкесінің алдында жалаңаш әйелдер жүруі керек болған. Ал анасы 2004 жылы белгісіз жағдайларда қайтыс болған. Сол жылы Ким Чен Ын алғаш рет Кореяның әскерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Оның билігі кезінде ол 75-тен аса адамды өлім жазасына кескен. Өлтірілгендердің арасында өз ағасы да болған. Ғаламтордағы суреттерге қарасақ, Ким Чен Ын әрдайым сұлу қыздармен жүреді. Ресми емес деректерде олар оның гаремі деп айтады. Күндіз олар ел басшысын қорғаса, түнде көңіл күйін көтереді. Сонымен қатар, Солтүстік Кореяда балаларының есімін ел билеуші басшыларының атымен қоюға және атауға ресми түрде тыйым салынады. Егер отбасында кездейсоқтықпен ел билеушісімен бірдей есімді бала өсіп жатса, ата-аналар оның атын шұғыл түрде өзгертуі керек, немесе олар қатаң жазаланады. Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.